мен сіздерге мынау біздің жаңадан шыққан жаңа продукциямыз борсықтың майы туралы айтқым келіп тұр. Өте керемет. Мен сіздерге айттым ғой, кішкентай 5-ші классында мен таза борсықтың майын ішкем. Кәдімгі Қойшауылдан сатып алдық. Бакалашкеге құйылған борсықты сойып, ертіп, таза ештеңе қосылмаған іштім. Ол кезде қатты қиналғанымды айттым, бірақ сразу тәуір болғанымды айттым. Енді міне мен компаниядан сатып алдым. Қазір жолдамын, көлікте отырмын, жолға шығып бара жатқам. Прямо мынаның бәрі ашып, ауа жұтсам, мына ішінің бәрі ашиды, қолқа ғой мына жерден осынан. Прямо қиналдым, жүрген кезде ырсылдадым, одышка болды. Содан міне мынаны екі рет қана іштім, 2 рет іштім. Міне 3-ші рет ішейін деп отырмын. Бірінші кезде кішкене жиіркенішті болды түрі, өткен неге мен баяғы борсықтың майы көзіме елестеді. Түрі тура сондай. Ол кезде де бакалашкеде осындай болған. Бірақ дәмі жаман болған ол кезде. Ал енді қазір міне мынандай бір қасық ішеді екенбіз. Иісі сондай керемет, мёдный шыға ма, бір тамаша иіс шығады шөптердің. Ешқандай жиіркенбей жұтып салдым. Өте дәмді. Енді айтайын әсерін. Міне осы 3-ші рет ішуім. 2 рет ішкеннен кейін көзім ашылып прямо деген. Спокойно демалып отырмын. Сөйлегеннің өзінен байқап отқан боларсыздар. Өтінем, ауырып жүрмеңіздерші. Қолқадан кейін ол өкпеге кетеді. Қолқа ауру деген білеміз, я? Сондықтан ішіңіздер бар болғаны қол жетімді. Бағасы бір 2000 теңге ма тұрады. Ары кеткенде 2,5 мың шығады егер тіркелсеңіз. Ішіңіздер тамаша. Міне бірден жұтып қойдым. Өте дәмді.